қайырлы күн. Бүгін Солбай денсаулық жасөспірімдер денсаулық қозғалысы бойынша біздегі 4-ші сабақ зиянды әдеттер репродуктивті денсаулыққа әсері жайлы тақырыпта сабақ өтеміз. Жалпы зиянды әдет дегеніміз не? Біздің қоғамда зиянды әдеттерге нашақорлық, темекі шегу, алкоголь, құмар ойын және тағы сол сияқты деген жаттығулар болады. Дұрыс қой. Енді біз ойланбастан автоматты түрде істейтін кейбір дағдылар бар. Олар қандай? Олар өте көп. Жасөспірімдердің көбісі бізде әртүрлі нәрселерге шылым, темекі шегу, не болмаса қазір вейп сияқты әртүрлі нәрселерге құмар болып келеді. Жалпы бізде статистика бойынша денсаулық сақтау мәліметтері бойынша әйелдер 39% және ерлердің 20% видео болып табылады. Енді осы видеолердің ең көп тұрмайын да жалпы видеолердің ең көп тараған себептері бірі жұмыс үшін қабылдаулары, иммундық және эндокрин жүйелері бұзылуынан басқа нашар экология. Бірақ егер осы факторлардың барлығы репродуктивті бұзылыстардың бек себептері болса, онда жаман әдеттердің ең көп тараған субъективті себептерін болып табылады. Жалпы енді осылардың кейбіреулердің бірі бізге репродуктивті денсаулыққа зиян келтіретін бірі отырғышы өмір, аз қозғалу, олар да біздің репродуктивті жүйемізге тікелей әсер етеді. Олар қандай? Организм қалай біздің жеп жатқан әртүрлі заттарымыз, біздің майлар, оның барлығы репродуктивті денсаулыққа әсер етеді. Одан бөлек салмақ ер адамдарға зиян, себебі артық салмаған сайын ер адамда тестостерон гормоны әйел гормондарына ауысып, женский гормондар бізде эстрогендер организмге көбейтеді. Одан кейін бізде ұйқының маңыздылығы бар. Гормондар мен ұйқының арасында байланыс бар жалпы. Гормондар белгілі бір уақытта өндіріледі. Оған біздің ұйқымыз тікелей байланысты. Не себебі біз 24 сағат 8 сағат ұйықтауымыз керек болса, өміріміздің 3/4 бөлігін ұйқыға арнаймыз. Демек ұйқы маңызды ол организмде восстановительный барлық органдарында қайта барлығына толық көмектеседі. Енді түнде ұйықтамау салдары қандай? Байқасаңыздар, кейбіреулердің таныстарыңыз болуы түнгі сменде жасайтын нәрселер. Оларда салмақ көп болады, себебі олар күрсінеді. Олар жеген тамақтар барлығы артық салмақтың алып келуіне тікелей әсер етеді. Және одан бөлек әртүрлі стресстік жағдайлар оларда тікелей әсер етеді. Келесі нәрсе бізде интернеттегі тәуелділік, әлеуметтік желі де денсаулыққа әсер етеді. Себебі организмдегі біз әлеуметтік желілердегі көріп жатқан нәрселерін, порнографиялық тәуелділік болсын, басқа да құмар ойындар болсын, біздің организмдегі дофаминнің мөлшерін көтереді. Бізге қысқа уақытта беретін дофамин организм ала берген сайын ол өзінің кейбір тіндерге сезімталдығын төмендетеді. Одан кейін бізде әртүрлі тәуелділіктер пайда болады. Мысалға, кейбір адамдар телефон қазіргі уақытта әлеуметтік әртүрлі желілерде ұзақ уақыт өткізеді. Оның барлығы бізде қысқа уақыттағы беретін дофаминдердің әсерінен. Оларды берген сайын біздің организм өздері ол дофаминді жеңіл алғаннан кейін ауыр істерге барғысы келмейді. Сол себепті ол нәрселерге тәуелділік арта береді. Енді вейп және темекі. Темекі зиян ба әлде вейп па? Негізі темекі біз вейпті зиянсыз деп ойлаймыз, десе де ол темекіге қарағанда әлде қайда зиян. Ол өкпеде әртүрлі ауруларға алып келеді. Өкпеден бөлек әртүрлі тыныс алу жолдарында түрлі проблемаларға алып келеді. Осыған байланысты бізде вейпті тұтынатын адамдардың арасында эвали деген ауру пайда болған. Ол дегеніміз организмдегі мынау біз түтінді жұтқан кезде ол өкпеміздегі әртүрлі альвеоларға барады, майда пузыректарға барады. Олардың барлығын вейптің ішіндегі құрамындағы майлар сол пузыректарды толтырып тастайды, альвеолаларды. Сәйкесінше ол жақтан зат алмасу бұзылады, қанның айналымы бұзылады, оттегі мен көмірсу газ алмасулары бұзылады.
содан кейін ол жақта майлы пневмония пайда болады. Мысалға байқасаңыздар, пневмония болған кезде организмде адамдар қақырық арқылы шығарылады, иә, қақырат түкірікпен шығарады. Ал бұл жағдайларда олардың барлығы толық жабысып қалады и аурулар пайда болады. Енді вейптің ұрыққа әсері бар ма? Вейптің ұрыққа әсері бар. Темекі шегетін жалпы никотин өнімдері, олардың барлығы ұрыққа тікелей әсер етеді. Олар ұрықтың қозғалғыштығын, сапасын, санын, олардың жалпы дұрыс формаларының барлығына тері әсерін береді. Енді келесі бедеуліктің Қазақстан Республикасындағы таралуы. Жалпы бұрынғы кездерде әйелдерде 50%, ерлерде 30%, ал бірлескен жағдайда 20-25% деп айтатын. Қазіргі уақытта ерлерде де, әйелдерде де 50-50 теңдей болып жатыр. Себебі қазір ерлердің өмір салтының барлығы өзгерген, өмір салтында көптеген проблемалар бар. Ол гиподинамиядан бастап әртүрлі зиянды әрекеттер, әртүрлі жеңіл дофаминдердің келуі, стресстер, ұйқының дұрыс болмауы, осылардың барлығы тікелей әсер етеді. Енді келесі нәрсе ішімдіктің әсер етуі. Ол біздің репродуктивті жүйеге әсер етеді, организмдегі сезімталдықты төмендетеді. Соның салдарынан оларда психикалық әртүрлі өзгерістерге алып келеді. Денсаулыққа да біршама зияндары бар. Одан бөлек бізде зиянды әрекеттердің бірі есірткілер. Қазіргі уақытта жас өспірімдер бұл нәрсеге өте қатты тәуелді болып келе жатыр. Ол алдағы уақытта ерлердің импотенцияға дейін алып келеді. Есірткінің түрлеріне байланысты емес, есірткінің барлық түрлерінде проблемалар болып жатады. Енді есірткі қолданатын ер адамдарда сперматозоидтардың қозғалғыштығы кей жағдайларда 0-ге дейін төмендеп, бедеулікке дейін алып келеді. Тестостеронның да мөлшері төмендеп, оның өндірісі біршама бәсеңдеп, тіпті тоқтап қалатын да кездер болады. Сондай-ақ олар ары қарай тұқым қуалайтын ауруларға алып келуі мүмкін, тіпті өлімге дейін алып келеді. Мысалға LCD мутагені организмде осы есірткіге тәуелді адамдардың мутагенінде табылады. Оны бір рет қабылдау адам хромосомасында қайтымсыз өзгерістер туындырады. Және бұл хромосома мутациясы бар балаларда туына алып келуі мүмкін. Ол дегеніміз әртүрлі хромосомалық аурулар, әртүрлі проблемаларға дейін алып келеді. Жалпы енді бізде жиі қойылатын сұрақтар бар. Ұрыққа тағы не әсер етеді? Біздің ішіп жеп жатқан нәрсеміздің барлығы, біздің өмір салтымыз, оның барлығы ұрыққа тікелей әсер етеді. Монша ыстық ұрықтың жауы деген қаншалықты рас. Егер де үйленген жасөспірімдерді біз көбінесе бала жоспарлап жатса, ер адамдарға ыстық моншаға, парға баруды құп көрмейміз. Себебі егер де қатты ыстық болған жағдайда аталық безіндегі градус көтеріледі, олар ұрыққа теріс әсер береді. Спорт түрлері және допингтің түрлері қазіргі уақытта әртүрлі тестостерондық өнімдерді сырттан алып жатыр. Олар егер сырттан тестостерон алатын болса, организмде өзінің табиғи тестостероны бөлінбей қалады. Соның салдарынан әртүрлі проблемаларға алып келеді. Қандай спорт бедеулікке алып келеді? Егер де спорттың түрімен барлығымен дұрыс шұғылданатын болса, спорт қайта адамның организмін дұрыстап, ешқандай да проблемаға алып келмейді. Атқа міну денсау ұрпақ кепілі жоқ. Атқа міну ол организмдегі қан айналымды дұрыстайды и солай ерлердегі біршама проблемаларды кетіру мүмкін. Жарнамадағы балдардың пайдасы бар ма? Жарнамадағы балдардың қазіргі уақытта олар толық зерттелмеген, ешқандай да зерттеулер жүргізілмеген, дәлелденбеген, оны ешқандай да медицина құп көрмейді. Себебі оның құрамы, мысалы қараңыздар, рекламадағы балдарды жарнамалайтын кезде оларды айтады. Жыныстық қатынасқа деген желанияның ашылуы, оның эрекцияның дұрысталуы табиғи балды. Ал бірақ табиғи балды пайдаланған адамдарда ондай нәрсе көрінбейді. Демек, олардың құрамында әртүрлі зиянды, әртүрлі заттарды, күмәнді заттарды қосуы мүмкін. Соның салдарынан оларда бір сондай көрініс беру мүмкін. Ал ол нәрселердің барлығын ішпей, одан да организмге пайдалы, дұрыс нәрселерді пайдаланғандарыңыз, дәрігерге барып тексерілгендеріңіз дұрыс болады. Назарларыңызға рахмет.